Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дастарханның көркін ашатын эскимо пирожныйның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видео рецепті соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыстық суымызға какаоамызды салып, жақсылап араластырып, какаоамызды езіп аламыз. Какаоамызды араластырып болған соң, құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқамызды салып, жақсылап микселейтін боламыз. Жұмыртқамызды араластырып болған соң, шекерімізді салып, микселейтін боламыз. Шекерімізді ерітіп алған соң, сұйық майымызды құйып, оны да микселейтін боламыз. Барлығын миксерлеп болған соң, суыған, ерітілген какаоамызды салып, оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Сұйық массамыздың барлығын миксерлеп болған соң, ұнымызды дайындаймыз. Илектегі ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, сұйық массамызға аз-аздан сала отырып, миксерлейтін боламыз. Бисквитке арналған массамыз дайын, осындай консистенцияда болады. Алдын ала форма жасап аламыз. Кез келген диаметрдегі формамыз бола береді. Сұйық массамызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут шамасында пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті, осындай әдемі болып шығады. Формадан алып, жақсылап суытатын боламыз. Толықтай суыған бисквитімізді алып, бөлшектейтін боламыз. Бөлшектенген бисквитімізді блендердің көмегімен жақсылап үгітетін боламыз. Барлық бисквитімізді дәл осылай үгітетін боламыз. Үгітілген бисквитімізге сгущенкамызды салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Одан соң қолдың көмегімен араластырып біркелкі масса шығаратын боламыз.
Барлығын жақсылап араластырып алған соң, бізге силиконды форма мен шпажкалар қажет болады. Силиконды формамызды алып, бисквитный массамызды салып, шпажкаларымызды тығып, мұздатқышқа қатыратын боламыз. Эскимоларымыздың сыртын қаптайтын шоколадный глазурь жасайтын боламыз. Ол үшін шоколадтарымызды водяной баняда немесе микроволновкада шоколадтарымызды ерітіп аламыз. Ерітілген шоколадымызға сұйық майымызды құйып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Толықтай суытылған шоколадымызға мұздатқышта қатқан эскимоларымызды малып аламыз. Ескертетін жайт, міндетті түрде эскимолар кемінде 30 минуттай мұздатқышта тұрғаны дұрыс. Эскимо пирожныйларымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Онсыз да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.